Ильяшан Сүгіров 1894 жылы Жетісу жерінде Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Өлеңдері туған жер Жетісуға алады. Жер тапқан жерге жеті Жетісуның домбырасы зарын қайда өлеңдері бар. Ақынның аса ұлылары поэмалары, олар күйші, дала, құлагер күй. Қазақ өнерінің сері ақын Ақан жайында құлагер поэмасын қазақ өнері күйін аспандатқан күй. Күйші поэмасын жазады, туған даласы. Құлагер поэмасы. Құлагер поэмасы Ақан серінің өміріне арналған. Поэма басында ақын Гималай, Алтай тауларын жырға қоса келіп, ақиығы жаңқылдаған құздардың астында өскенін сөз етеді. Мақтауға, мақтануға тұратын жер деп, жер жаннаты Көкшетаудың көз тоймас сұлулығына сипаттама береді. Көл айналасына сән мен шөгіп орналасқан бура тастардың оқшырайған оқ жетпеске ерекше сән беретіндігін, тоты құстай түрленген жасыл орманы бір кездері Абылайдың қонысы болғандығына тоқталады. Жырға өзек болған құлагердің қандай ерекшелігі бар? Туған елден тыныштық таппаған бұл жан сері Ақан еді. Ақанның бөтен елге кете алмауының да себебі бар еді. Арқаның арғын атты елінде туып, ащы тіл мен асау қылығынан бүгінде азғын пері деген атты арқалаған Ақан, тақымында құлагері бұлаңдап, көкшеде сұлу сүйіп, өлең айтқан арқаның атақты седау. Жүрген жерінде ел құрметіне бөленіп, өмірді өз ырқымен өткізген, қызықтың айдынын құлашырып, армансыз қаздай қалқып, қудай жүзген, тазалықты, сұлулықты жаны сүйген Ақан жүрегі жаралы. Табиғатты тәңір етіп табынған сері, ақтоқты сұлуға қолы жетпей, болыс биден тауқымет көріп, ғашықтық жарасынан жаны күйіп, ауыл аймақтан да безінеді. Бұл кезде құлагер серінің көңіліне медеу болып еді. Басталды әңгіменің былай басы, болды оған 70-80 жыл шамасы. Арқада ереймасы, алыстан алты қонып, Сағынайдың асына келді деп ерекше ынтызарлықпен күтеді. Тұлпарына тіл мен сыртқы бет бейнесіне қарап